Таза ауа жұтудан қалдық. Осылай деп наразылық танытқан Қордай ауылының азаматтары маңайдағы бұқа байлайтын қожалықтың жұмысына наразы. Аймақтағы жауапты мекемелерге бірнеше мәрте арыздандық деген тұрғындар мәселенің шешілмей жатқанын айтып ашу білдірді. Мән-жайды біліп қайтқан тілшінің бейне материалы. Мұны тұрғы, тұрсыздар ба, жермейді, соғып тұрмайды. Айтыңыздаршы, пожалуйста, айтыңыздаршы. Вот вы же все с утра сходите, вы же запах чувствовали? Қолқан қапқан жағымсыз иіс күні кеше пайда болған жоқ. Қазір бұқа байлайтын орында бұған дейін көршілер шошқа бағыпты. Өзара келіспеушілік сол кезде-ақ басталған. Кейіннен шаруашылық түрі ауысқанымен сасыған иіс кетпейді. Ал қазір азаматтар далаға шығып серуен құрған бұлай тұрсын, үйде отырып терезе ашудан қалдық дейді. Осы жерге тұрғанымызда 5-6 жыл болды уже. Тұрғалы бері осы жерде бірінші мал ұстады, артынан бойня болды. Постоянно сасық иіс келеді. Күндіз отыра алмаймыз. Күндіз кешке жақын иіс келгенде вообще былай как будто бір қанның, жынның иісі келеді. Өте қиын болып жатыр да бізге. Есік терезені аша алмаймыз. Кондиционермен ғана отырамыз. Сондай жағдай көп. Енді елдер мал ұстайды. Мал ұстағанда да 1-2 мал емес, 100-ге шейін ұстайды. Сол жақтың иісі бізге келеді. Ауамыз демалғанға мүмкіншілік жоқ. Сол жағынан біз өтінеміз, соны қарастырып бізге көмек жасаса. Ең қиыны ауаның ластығы азаматтардың денсаулығына да әсер ете бастаған, ал әзірге бұған назар аударған ешкім жоқ. Вот я жительница, да, этой. Мен осы көшеде 16 жыл тұрып келемін, 3 баланың анасымын. Балаларым аллергик, болашақта астмаға шалдығып кетеме деп қорқамын. Мемлекеттік органдардан нақты жауап болған жоқ. Былтырдан бері барып арыз жазып жүрміз, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Сондықтан енді ұжымдық арыз жазғалы отырмыз. Бұл бүгін пайда болған мәселе емес, жылдар бойы жауапсыз қалған сұрақты тұрғындар жуырда тағы көтерген. Жағдаймен таныстыру үшін олар полиция қызметкерлері мен санитариялық эпидемиологиялық қызметті оқиға орнына шақырды. Ауыл әкімінің орынбасары да осында. Біз олардың өтінішін өзіміздің аудандық санэпидстанцияға жолдадық. Қазіргі таңда бұл кісілердің сұрақтарымен сіз айналысуда. Дегенмен қазір жергілікті жерге шығып қарастырдық, өздеріңіз көріп отырсыздар. Мал бордақылайтын азаматтардың иелері үйінен шықпай отыр. Енді алдағы уақытта бұның мәселесін соттың шешімімен шешілетіні анық. Мұндай уәде бұған дейін де берілген, тіпті мал иесіне бірнеше рет ескерту жасалып, құзырлы органдар ресми арызды қабылдапты. Кейіннен ел өтініші тексеруге негіз жоқ деген желеумен ескерусіз қалған. Амалы таусылып, таза ауаға зар болған ағайынның ендігі үміті аудандық билікте ғана. Мадина Оқас, Әйгерім Қожабайқызы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.